Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін менің қасымда менің сұхбаттасым Ақерке Әбілхан, блогер, танымал блогерлардың бірі. Мен Ақеркеге бірнеше сұрақ қойғым келеді. Танымалдылыққа қалай жеттің, соны айтып берші. Мен алдымен өзімнің аудиториямда блог жаза бастадым, просто пост жаздым. Оны бір аудитория жинау үшін емес, блогер болу үшін емес, жай ғана өзім демалам, пост жазсам. Солай өзімнің аудиторияма өтетін әйелдердің тұрмыс тіршілігін просто юмормен солай жазып жүрдім. И қызығушылық көп болды да. Сосын ойладым, ол кезде блогерлер өте аз еді. И ойладым, осыдан блог жасауға болады, жай ғана парақшадан блог жасауға болады, и блогер болуға болады, сол арқылы ақша табуға болады. Бәрін сосын жүре келе білдім. Сосын серьезно қарадым осы нәрсеге. Әдемі фотолар жасадым, астына тексті күннен күнге әдемі қызықты қыла бастадым. Солай адамдар жинала бастады. Рекламаға бердім, солай танымалдылық келді деп ойлаймын. Енді қатты танымал емес, бірақ өз ортамда өз аудиториям бар. Көп адамдар бұдан ақша табуға болады деп ойламайды да? Қазіргі таңда енді бәрі білет уже, бірақ мен бастаған кезде осыдан 3 жыл почти болып қалды. Ол кезде ешкім түсінбейтін. Неге күн сайын фото сала береді, неге күн сайын жаза береді деген сияқты түсінік болатын. Ешкім бұда ақша бар екенін білген жоқ. Главное, мен білдім и жан жағыма қарап, и күйеуіме айттым, бұл серьезный нәрсе, давай сен маған ақша салуға көмектес, ақша салайық, и мен саған шығарып беремін жақын арада деп. Солай ең алғашқы рекламаны 100 мыңға жасадым. Танымал адамға 100 мыңға реклама істеттік. Сонымен 100 мыңды бір айдың ішінде қайтарып алдым. О, күшті. Яғни блог жүргізуде Инстаграмда ақша бар ғой? Иә, ақша көп. О, Қазына ғой. Просто соған кілті болу керек адамдарда. Сен блог жүргізіп жүргеніңе сонда 3 жыл болды, иә, қазір? Нақты жүргізіп жүрген. Негізі Инстаграмда бұрыннан отырамын. Бұрыннан фотоларды әдемі салуға, астына жақсы текст жазуға тырысамын. Просто нақты блог ретінде қарағаныма 3 жылдай болды. Ақша табудың қандай жолдары бар? Өзіңе байланысты, негізі инфо өнімдер ұсынсаң болады. Мысалы, мен марафондар, осы Инстаграмға байланысты, блог жүргізуге байланысты, фото өңдеуге, видео өңдеуге байланысты өте көп марафондар жасаймын. Сол марафон доступны бағаға қатысады адамдар, содан жасайсың. Ақша болмаса рекламадан жасайсың. Немесе жаңа текстті жақсы жаза алсаң, біреуге текст жазып беру арқылы ақша табасың. Өте көп мүмкіндік. Сториз мықты түсірсең, біреудің сторизін түсіріп беріп ақша табасың. Видео жасап беріп ақша табасың. Главный фишкаларын бәрін жақсы біліп алсаң, ақша өте көп. Достар, Ақеркенің марафоны өте қызықты, мен өзім қатыстым. Өте пайдалы ақпараттар көп береді, сондықтан сіздер де қатысыңыздар. Рахмет, Балжан. Пока-пока. Қайтты үй. Бірінші осыны көрейік та, қалай түскен. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Шаршатар болдық. Қосылған жоқ деймін да? Қосылды. Точно?